Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен 5 минутта 5 ингредиенттен дайындалатын салат әзірлейтін боламыз. Бізге ол үшін боз кесе, жұмыртқа, сәбіз, картошка және бауыр жуа қажет болады. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқаны теркіден өткізіп саламыз. Достар, түсініксіз жерлері болса, комментарийге міндетті түрде сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар. Жұмыртқамыздың үстіне майонезімізді жағамыз, одан кейін сәбізді теркіден өткізіп саламыз. Сәбіздің үстіне қайтадан майонез жағып, одан кейін картошкамызды теркіден өткізіп саламыз. Қайтадан сондай әдіспен майонез жағып, оның үстіне алдын ала теркіден өткізіп алған бауырды салып, майонез жағып, оның үстіне алдын ала қуырылған жуамызды саламыз. Содан кейін бос тарелканы алып, кесенің бетін жауып, кері қарай төңкереміз. Асықпай абайлап кесені аламыз. Бізде осындай дастарханның көркін ашатын әдемі салат шығады достар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар, баршаңызға ас болсын.